Assalamualaikum. Bарлық ағайындар, туыстар, жерлестер, қандастар, қалаларыңыз қалай, аман есенсіздер ме? Денсаулықтарыңыз жақсы. Індеттен аман сау жүрген боларсыздар. Барлықтарыңызды бүгін мына үлкен мерекелі келген қадамдарыңызға нұр жаусын, талмар иза болсын. Уақытты алмай келді, мына үйдің беріп отырған уақыты санаулы екен. Енді бүгін мына алыстан, оңтүстік жақтан біздің мына Баяхмет бауырымыз келіп, барлығымызды қуантып отыр. Бұл енді біздің әулеттегі үлкен қуаныш. Бәріміздің арғы ата бабаларымызды тартып, таныстырып, бұлайша айтқанда өлгенімізді тірілтіп, кемтігімізді толтырып, бүгін мынандай бір керемет кітаппен барлығымызды жүздестіріп отыр. Бұл кітапта енді Ителінің барлықтарыңыз білесіздер, Ноқта ағасы, Абақкерейдің Ноқта ағасы болған Ител деген оңай ру емес. Сонда бұл кітапта тек қана мына ата бұтарлардың тізімі ғана емес, көп адамдар осылай түсіреді. Бұл кітапта Ителінің шығу тегі, тегінде қайда жасағандығы, оның көш жолы, түрлі тарихи жағдайларға байланысты қайда туып, қайда өсті, қайда қоныстанды, осының бәрі айтылады. Оның кейін ата бабаларымыздағы ұлы тұлғалар, тегіндегі билер, батырлар, ел басқарған игі жақсылар, осылардың тарихы. Оның кейін осы еліміз ішінен шыққан ақын, жазушы, тарихшы, түрлі түсті мамандар, бұлардың бәрі айтылады. Оның кейін мына еңбегімен танылған өнер иелері, осының бәрі осы кітапта жазылған. Бұлай қарағанда үлкен тарихи дерек. Енді біздің өзіміздің ішімізде әдебиетпен, тарихпен, зерттеумен шұғылданып жүрген адамдар үшін де үлкен оқулық. Балашақ ұрпақтарымыз үшін де табылмас бір тарихи материал. Тіпті өлі бұлайша айтқанда, отау көтерсек, отауымызға соны жасаудың біріне бұлай ұсынатындай естелік. Қыз ұзатсақ, соның сандығына салып беретіндей осындай керемет кітап. Енді осыны біздің мына Баяхмет бауырымыз шұғылданғалы осы Ителдің шежіресі, шежіре деген өз тарихтың бір бөлшегі, шұғылданғалы азыр 20 жыл болды. Қытай жерінде осы кітаптың 5 кезек шығарды. Енді осы жаққа келіп, қазір мына 1200 беттен астам үлкен томды осы жақтың жазуыменен, бізден тәуелсіз мемлекетпіз, әрине біздің енді тәуелсіз мемлекеттің жазуы, тілі деген осының өзі бір бізге үлкен мақтаныш. Енді осы жазуыменен әрине жазуға тиісті болды. Оның кейін үлкен қамтылған бір мазмұн, осы жердегі мына біздің жерлік Ителі туыстарымыз, Монғолиядан келген Ителі туыстарымыз, Қытайдан келген Ителі туыстарымыз, негізінен осы енді мына Еуропаға тарап кеткендер, бұлар осының бәрі қамтылды. Өте бұрынғы 5 кітаптан мынау енді толық нұсқасы деп есептеуге болады. Енді осыдан қазір көптеген тарихи деректерді табуға, материалды пайдалануға болады. Оның кейін мына тарихи жағдайларға байланысты біздің еліміз бөлініп, бөлшектеніп таясып кеткендері бар. Ата тегіміз осы жерден кеттік қой бәрімізден. Монғолияға кетіп қалғандар бар. Түркия, тіпті мына Иранға дейін кетіп жүргендер бар. Солардан әзір осы шежіре шығып қолдарына тигендер бұрын айырылып қалған, көз жазып қалған туыстарын тауып жатыр. Тіпті менің өз басыма бірнеше адам мына жерлік месіри, өзіміздің мына жайсаң өмірден де, ойбай аға келсіз, туыс екенсіз деп звондап жатқандар, танысып жатқандар бар. Міне осы қайғайсыларыңыздан да кезігеді. Туыстарыңызды бұрынғы аты тектеріңізді білесіздер,
тауып аласыздар, көп тарихи материалға ие боласыздар. Бұл бір өте жақсы. Сондықтан мына Баяхмет бауырымыздың денінің сау, отбасының аман, ісінің қайырлы, берекетті болып, аман есен бұдан да көп табыстарға жете беруін Алладан тілейміз. Баякеңді қарсы алсаңыз. Ассаламағалейкум, құрметті туыстар. Енді мен бұл жерде таныстырғанда және Жұмашар ағамыз айтып кетті. Бірақ енді тағы бір айта кетуді жөн көріп тұрмын. Өздеріңіз көріп отырсыздар, алдыдағы ақсақалдардың біреуі Моңғолиядан келген, біреуі Қытайдан келген, біреуі Қазақстанда туылып өскен деген сияқты. Осы дүниенің төрт бұрышына тарап отырмыз. Енді осы басымыздың қосылғанының өзі үлкен бір ғанибет. Мен жерде Жұмашар ағаны өздеріңіз білесіздер. Қытай Халық Республикасына келген біздің мықты жазушы, педагог ағамыз. Ол кісінің алдында Сәйд Зақанұлы деген ағамыз отыр. Ол кісі профессор, университетте беретін. Мына жерде Серік Құдайберген қой. Иә, Құдайберген деген ағамыз бар. Қарағандыдан келді, бұл кісі осы жердің қазағы, осында туып өскен. Міне Арман деген ағамыз кіріп келе жатыр ана жақта. Мен өте танымасам, міне. Енді бұл кісі Катонқарағайдан келген кісі. Мына жерде Баяхмет ағаны білесіздер өздеріңіз. Міне Үзбен ағамыз бар. Қадірменді қартымыз, ақсақалымыз, жазушы үлкен. Осы Қазақстан Республикасына қанша еңбектер сіңіріп жатыр. Бұрын енді Моңғолияда үлкен жұмыста болған, оны білесіздер. Енді ол кісінің қасында егіз қоздай болып еріп жүрген Қайрат ағамыз. Оның үстінде осы Қазақстан Республикасының құрмет орденінің иегері бұл кісі. Атағанды айтып қояйық. Осы кісіміз академик қой, енді оны мақтанамыз деп айтуға болады. Қасында Өркен деген ағамыз отыр. Мұнда Өнерхан ағамыз отыр. Қатшыбай ағамыз отыр. Қотандықтан келді. Тоқан ағамыз жаңа көрдіңіздер. Байдәулет деген мында медресенің үлкен басшыларының бірі осында, Астанадағы көріп осыда. Енді бір жерде тағы бір керемет айта кететін нәрсе. Оразбек аға, өзіңіз тұрып қойыңыз міне. Мен енді бұл жақсы танымайтын болғаннан кейін. Мен Оразбек Талқылы осы Ителінің ақпақтысымын. Алтайдың Қау ауданынан келгенмін. Енді бір жерде бір керемет мақтанып айта кетуге тиісті нәрсе бар. Ол біздің жаңағы әпкелеріміз, қарындастарымыз, апайларымыз. Қашан жүрсек, ең алдында осы кісілер жүреді. Міне Алма апай бар. Әуелхан Қалиұлы ағамыздың қызы. Рәшида деген біздің міне бір керемет қызымыз бар. Қазақстандағы 100 майталман қыздың біреуіне кірген адам. Тағы айта кетейік, бұл жерде енді бізден сырт жаңағы екі жеңгеміз отыр. Осы Баяхмет ағамыз бен Қайрат ағаларымыздың арт жағында тұрып, билік жүргізетін осы кісілер. Тұрып қойыңыздар. Мен жерде міне Әлиман деген біздің бір жеңгеміз тағы келіп отыр. Біздің бір әріптеген керемет ағамыз отыр. Бұл жерде сонымен бірге керемет тағы бір екі азамат бар. Біреу Дәурен деген ағамыз міне Тәуешектен келген. Бизнесмен, өзі істемеген кісі жоқ, керемет кісі. Қазір үлкен зауыты бар кісі. Сонымен бірге. Не қыздар тастық? Тұра тұрыңыз осы жерде тағы бір үлкен азамат отыр, Рәшат. Тұрып қойыңыз орныңызда. Дәрігер. Алтай қазақ емханасынан келген кісі. Білгендерін дауысымен таныстырып жатырмын. Тағы бірнеше кісілер әлі жете алмай жатыр. Бір екіңіз, Бахар деген қарындасымыз отыр. Тұрып қойыңыз. Сағын олысын бара салғаннан кейін. Ана бір қыз. Өздеріңіз бір таныстырып қойсаңыздар, керемет болады. Тез тұрып таныстыра салыңыздар өзіңіз. Айналайын ағаларым, жағаларым, апайларым,
Менің есімім Сәулет болады. Павлодар облысында Береке деген бір керемет ауыл бар. Сол ауылда бір 40 шақты ителі ақбақ тұруына келген адамдар бар. Монғолияның қазағымыз негізі. 15 жылдай болды сол жақта тұрып жатқанымызға. Енді мен өзім осындамын. Енді шағын жоғарғы мамандық бойынша ағылшын тілі мұғаліммін және экономист бухгалтері. Бірақ кәсібім құрылыс саласында шағын сол кәсіп ИП бойынша жұмыс жасаймын. Өздеріңіз білесіз, үлкен дәрігер, ғалым кісі осында жеке емханасы бар. Ол дедім ба, тұнтарты қайты оралайды. Танысамыз. Енді Семейден бір аға келіп отыр еді. Сіз өзіңіз таныстырып қойыңызшы. Жасұлан деген біздің бір жақсы араласар досымыз бар еді. Жеңіс есімім Жеңіс. Семейдікіміз, атамыз Жеңгелді деген атамыз. Керей ителгі Енді күн тәртіп бойынша мына кітабымыздың тұсаукесері өтеді. Тұсаукесерге мына бір қанша адамдар шақырайын. Жүзден маған қайрат болыңыз. Өнер қанын. Мен барайын. Оның көңіріз. Біздің қыздарымыздан бір екі өкіл шақырайық. Алма әуелқанымыз бақарана жерін жәгіз растау күні. Bismillahirrahmanirrahim. Kelgenimizi keltirip, kemtigimizi toğulturup, ruhumuzu asqaqtatıp, iteli әулеттің тарихын жаңғыртып жатқан olsun, Ruhul isimiz игілікті болсын. Болсын алдымызға айдай ашып салған Баяхмет інім, сенің алдың ашық болсын. Көрер күніңнің бәрі жақсылық болсын. Осы игілігің жемісін көр. Көрер күніңнің бәрі қызықты болсын. Осыған жиылған бүкіл әулетіміз, ағайын туысымыз, сіздерге Алла тағала береке бірлік берсін. Осы береке бірлігімізден, ынтымағымыздан Аллахым әрқашан айырмасын. Әрбір ител әулетінің үйінде, сен шаңырағында өңкөй жақсылық болсын. Көрердің болсын. Осындай Байеке қайтайтайын, халқыңыздың құрметіне бөліп аман есен жүре беріңіз. Амин. Әуелі Құдай молындасын, Қызыр баба қолдасын. Кең пейіл берсін, кетпес ырыс берсін, астарыңызға адалық, басқа амандық берсін. Берекелі бірлік берсін, бірлікте тірлік берсін. Үлкен табысқа жетсін. Иманың болып мығымды, ұлдарың болсын тұлымды. Алла тағала барлықтарыңызға бақ берсін, береке берсін, денсаулық, күш қуат берсін. Осы кітап біздің барлық ұрпақтарымызға дейін жұмысты болсын. Қайырлы береке. Амин. Әртістіміздің енді үшінші күн тәртібінде бір қанша адамдарды сөзге ұсынсайық деп отырмын. Әуелі Үзбен аға. Үзбен ағаны сөзге шақырайық, қане? Көпте ұмытылмайтын жақсы күн болып жатыр. Осы күніміз қайырлы болсын. Бір жақсы нышанның белгісі бұл. Алдымыз ашылып жатыр. Біз енді дәл осындай болады деп көп ойламадық қой. Әуел біздің жасымыздағыдар ойына түсіне кірмеді. Құдайға шүкір екен, тәуба екен, бар екенбіз. Бар болғанымыз бүгін көрсетіп, танылып жатырмыз. Бір ауылға, бір аймаққа емес, бүкіл мемлекетке, бүкіл шар тарапқа міне танылып жатырмыз. Бұл енді үлкен ұлы оқиға. Сондықтан мұна шежіре деген бұл енді үлкен құндылық, үлкен қасиет. Адамзат баласына жалпы өте керекті дүние.
Соның ішінде мына азғана ител әулетіне тіпті керек дүние. Біз атамызды білмей, бабамызды білмей, арғарата, ар жағында туы тегімізді білмей жүрудің өзі бізге күнә болып қалады. Ең бір жақ жас ұрпақтарымызға бір үлкен жол ашқан, сәулетті болашағымызға сондай бір жол ашқан керемет оқиға. Барлық ұрпақтарымыз алда міне бірін-бірі біліп жүретін болады. Мынау үлкен қадам, тарихта жасалған ұлы қадам. Көрдіңіздер ме? Шежіреміз келді. Ол осымен бітпейді. Бұл жалғасады, орнын табады. Бәрі өзің орнына келеді. Міне осы шежіреміздің арқасында міне осы азғана ағайын туыстар бірі танылып, бір-бірін көріп, біліп, соның ішінде жаңа айналайындар осына Семейден келіп деп жатыр, жаңа тағы Павлодар қай жақтан келіп деп жатыр. Осы жақта Қазақстанда туып өскен, Қазақстанның тұрғылықты азаматы болған ител азаматтарымыздың міне алды ашылайын деп жатыр. Барлығына дұғай селем. Келіңіздер, осындағы мына ител әулеті деген өзі бір көңілі жарқын, сосын бірін-бірі сағынып тұрады осындай бір әулетпіз. Сүйегімізде, қанымызда біткен, менталитетімізде сондай бір ұрық қалыптасқан, сондай бір ағайын туысшыл халықпыз. Енді сол жаңағы Семей, ана Өскемен, басқа қай жерде бар. Сонда жүрген осы қазақтардың барлығы жанымызға келіңіздер. Аштық кеудемізді, қолтың бірге болайық. Міне, осы жолын ашуға шежіреміз үлкен өзің нәтижесін береді. Енді мен көп созбайын, айта берсе айтылады. Жаңа айттым ғой, бұл шежіренің басталып жазылуы. Бұны бастап жазу дегеннің өзі осыған енді өзі мән беріп, түн ұйқысын 4 бөліп, мынандай еңбек жасау деген Баяхметтің енімізге енді қалай Алла разы болмай қойсын. Алла разы болсын деп тілейік. Екінші бүкіл осы әулетімізбен сізге разымыз. Разы қоштыңыз. Сіз жасай беріңіз. Келініммен бірге, балалармен бірге. Енді аман есен ортамызда үлкен көш бастаған азамат болып қалыптаса беріңіз. Сізге артатын жүгіміз өте ауыр. Сіздің жаныңызда жүрген міне. Біз әсіресе міне өлі қайрат майры қайда жүрсіңдер? Қайраттар ме? Сендерге артатын жүгіміз өте көп. Аман болса соған жетеміз. Жүк қанша ауыр болса соғырдым барлығымызға нәтижесі болады, жеңіл болады. Көтереміз көп, көппен көтерген жүк жеңіл. Ана үлкен ұранымыз болған Бұқарбай батыр бабамыздың енді бір үлкен рухы бізді бір жебейтін кез келеді. Міне, мына шежір арқылы қанша аруақтарымыз бір аунап түсіп жатыр. Енді міне соған қосу Бұқарбай бабамыздың ертең осы рухын жаңғыртуда үлкен еңбек табысқа жетеміз. Аман болайықшы. Бәрінен де аман болайық. Бәрінен жетеміз. Сіздерге көп рахмет. Енді бұра жаңа келген артынан кетіп қалған кісілер бар. Үзбен ағаны кейбіреулеріңіз танисыздар, кейбіреулеріңіз танымайсыздар. Осы Астана деген мемлекетіміздің орталық үлкен қалада отырған ител әулетінің ең үлкен ағаларымыз осы кісі. Монғолиядан келген тегі, Монғолиядан үлкен мемлекет жұмыста болған керемет бір ағамыз. Бұдан кейін көрген жерде сыйлап, аманымыз түзу болып, танысып сөйтіп жүріңіздер. Енді мына Қайрат бауырымызды сөзге тартайын деп отырмын. Ассалаумағалейкум, құрметті аға, бауыр, қарындастар. Келіндер келіп отыр. Адамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Бүгін жоғалғанымыз табылды, өлгеніміз тірілді. Біз неше мың жылдық тарихымызды түсіне алатын болдық. Біз түсінбеген тарихты ұрпақтарымыз түсінетін болды. Бүгін біздің ұрпақтарымызға тегімізді, тегін білмеген тексіз дейді. Біз тегімізді білген ұлт болдық, тегімізді білген ру болдық, тегімізді білген біз мықты азаматтар болдық. Осыған мұрындық болған бірінші
Баяхмет Жұмабай аға, сізге Алла риза болсын. Жаңызбен ағам айтты, мен көп айта бермейін. Әр шаңырақтың төрінде ілініп тұрсын, тегімізді ұмытпайық. Біз текті азаматпыз, текті руымыз, біз текіміз. Біз осы еліміздің көк байрағын биікке көтеріп, Зұлқа Батыр атамыз секілді, ұлы батыр аталарымыз, Бұқарбай атамыз секілді, 300 жылдың алды өткен Бұқарбай атамыздың аруағы бізді қолдасын. Алла тағала елімізді аман қылсын, жұртымызды тыныш қылсын. Алла тағала берекеде болсын. Біз осы шаңырақта, біз осы халыққа, осы елге келдік. Басқа жерден бізді өз бауырына тартты. Өз ел іргетасына бізді сіңдірді. Біз енді осы понтамит болып, өзіміз болмаса ұрпақтарымыз, шөбіре шөмшектеріміз осы қазақ елін гүлден көркейін үлес қосса деймін. Біз тегімізді біз текті елміз. Алла тағала мәңгілік бізді осындай тектілікке жасын. Рахмет сіздерге. Қайрат, білетіндеріңді бәлкім көп адам білет. Бұл осы біздің Қытай жерінен осы жаққа келіп, қазақ емшілігімен шұғылданған үлкен академик ғалым, осы медицина саласында өте санаулы академиктер бар. Соның бірі осы кісі, оның мемлекеттік құрмет орденінің иегері. Біліп тұрмыз. Енді бір кісіні сөзге тартайын деп отырмын. Тегі Моңғолиядан келген, ас мәзір, ас тану саласында жұмыстанған бір маман бауырымыз келіп отыр. Өнерхан деген кісі сөзге тартайық. Ассалаумағалейкум, армысыздар қымбатты туыстар, туғандар, аға бауыр, жекжаттар. Енді мен қабаттастырмай, негізгі мынау кітап шежіресі туралы алдың сөйлеген кісілер нақты айтып кетті. Сол айтқан дүниенің бәрі қабыл болсын дей келе, бір маңызды бір екі мәселе көтеріп кетейін деп отырмын. Бірінші енді әрине бүгінгі тұсаукесер Баяхметтің жазған шежіресі болғандықтан бәріміз өз атынан, бәрлеріміздің атынан бүткіл ителі қауым, Моңғолияда мұнда келмей жатқан ителердің атынан Баяхмет сізге мыңда бір алғыс. Еңбегіңіздің жемісін көріп, ұрпақтан ұрпаққа мынау тарайтын кітабымыздың мән мағынасы сіздің рухыңызды көтеріп, елімізде ителі дейтін рудың ителі дейтін халықтың жаңағы мемлекеттік деңгейдегі мәртебесін көтеріп, балаларымызды сондай рухты, батыр, дана азамат болып өсуіне әсер етсін. Сізге көп рахмет. Ағайын туыстар, мына бүгінгі күн үлкен мереке, сол мерекемен бәріңізді құттықтаймыз. Өте қуанышты, жақсы күн. Бұл мәңгілік есте қалатын күн. Бүгінгі күнді әделеп, белгілеп те қою керек. Баяхмет аға, сізге көп рахмет. Осындай жақсы жұртқа тарихи есте қалатын ескерткіш жасағаныңызға, ұрпаққа, келешектегі ұрпаққа. Аман болыңыз, деніңізге саулық тілеймін, үй ішіңіз бәрі бақытты болсын. Бәріңізге зор денсаулық тілеймін. Бала шағаларыңызбен бәріңіз аман болыңыздар да, бақытты болыңыздар. Енді іштеріңізде жаңа бір соғымала келген бір ақсақал отыр. Бір жерде Изатқан деген бір кісі отыр. Үлкен педагог. Мына Құтыбидің бір үлкен оқу мектебін басқарған азамат, қазір қоянды да тұрады. Ассалаумағалейкум, көпшілік. Бәрдеріңізге жақсылық болсын. Жүйедеміздің бәкең және осыған келген ғалымдарымыз, осы жиналысты ұйымдастырған жалпы туыстарымызға, алыс жақыннан келген сіздерге өте рахмет. Өзім осындай бір ортаға келіп, мынандай бір ұлыске қатынасқанымызға ерекше рахмет айтам. Әрі дендеріңіз сау болсын, ісіміз ілгері болсын. Бұл жазған бәкеңнің шежіресі өреніміз, ұлтымыз немесе осы өз ителі ұру атынан жазған бұл шежіре мұнан ары жалғасып, өз орындарын мәңгіге таба беретін болсын. Еліміздің көк байрағының астында ісіміз ілгерілей берсін. Бәрімізге жақсылық болсын. Енді бір әбікен деген бір мықты бауырымыз болған. Енді сол үйдегі келін, біздің бір
Amile ödeyim. Os kelinge bir söz vereyim. Әлимен. Söylüyorsa toxtamay qo'yadi. Endi mына ағамыз атамыздың шежіресін жазып, жаңғыртып, туыстарды танытып жатыр. Сізге мыңда бір алғыс, Алла разы болсын. Енді осы туыстар міне бас қосып, бәріміз бір-бірімізді танып, танысып, Қазақстанға келіп, туыстарымыз көбейіп, бір-бірімізді танып жатқанымызға қуанамыз. Бәрлеріңіздің отбасыларыңызда қуаныш болсын. Осы туыстар бір-бірімізден береке бірлігіміз арта берсін. Барлықтарыңызға амандық, денсаулық берсін. Бәрлеріңіздің шаңырақтарыңызда әрқашанда қуаныш болсын. Ағамыз бен тәтемізге мыңда бір алғыс. Сізді енді көріп жатырмын ғой, ағамыз танимын, көргім. Жарайды, енді істеріңіз ілгері болсын. Әрқашанда аман есен жүре беруді нәсіп етсін. Бәрлеріңізге амандық тілеймін. Әуелхан Қалиұлы деген кісі болды. Сол кісінің енді осы жақта қызы отыр арамызда. Алма деген. Осы қарындасыңызға сөз берейік. Саламатсыздар ма? Ағаны мен кішкене кезімде танитым, білетім. Сонда әкем айтатын, ой, қандай еңбек бар. Деп кісінің сонданы іздеп, тауып, жазып, деп кісінің еңбегін қатты бағалайтын. Ағам еңбегіңіз жаны батыр, игілігін көрсін. Анау еврейдер баладар туылғанда, анау Тамуда деген, қытайша оқыған, кешірім сұраймын, Тамуда деген бір кітап болады ғой, Құрандар сияқты. Сонда еврейдер баласы жаңа туылғанда, соны алады екен деп баласының маңдайына басады екен. Сол сияқты ағайынды ителі ұрпақымыз, әрбір аударымызда осындай бір кітабымыз төрде тұрсын, баладарымыздың маңдайына сөйтіп бір жағы отырайық. Ителі халықтардың жігері осы баладарымызға дара берсін. Арамызда міне ағамыз сияқты, Қайрат аға сияқты мықты ағадарымыз жолын беріп, ұрпақтар сіздер сияқты болсын. Береке бірлігіміз кетпесін. Осы жерге келіп әр елден кездесіп танысып отырмыз. Береке бірлігіміз кетпей, еліміз аман, жұртымыз тыныш. Қайсы салада болсын, бәріміздің еңбегіміз жанып жүре берейік. Сіздердің батадарыңызды алып жүре бересіздер. Енді мына санаулы біздің үлкен батырларымыз болған. Ардам Айсақ, Мұқарбай, бәріміз білеміз, Сұлқа батыр, Тұрын батыр, Қазанбай батыр деген кісілеріміз болған. Енді сол Қазанбай батырдың бір осы жерде жақын туғандарының бір қызы келіп отыр. Айна деген кісіге сөз берейік. Ардақты ағайын, қымбатты туыстар. Бүгін сіздермен қауышып отырғанына өте қуаныштымын. Енді Аллах аға буын ағаларымыз бізге үйретіп жатқан осы үлкен шежірелеріңіз, үлкен балаларымызға, ұрпағымызға мәңгі осы естелік болып қалады деп ойлаймын. Бүгінгі осы барлықтарыңызға да зор денсаулық тілеймін, сіздердің баталарыңызбен, сіздердің алғыстарымен көгеріп өсіп ұрпағымыз бас жердің жолдарыңыз өсін. Жаңағы Қайрат ағаны енді қолдаймыз, балаларымыз қолдайды, жастар балаларымыз. Барлықтарыңызға осы кітаптарыңыз қайырлы болсын. Дегім келеді. Енді бір жерде үлкен ақсақал отыр екен, Кәрімжан деген кісі. Осы кісіге сөз берейік. Құрметті Ителі әулетінің келіп отырған ағайындар, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Баяхмет бауырдың шығарған шежіре кітабы құтты болсын. Ителі ұрпақтарының игілігіне жарасын. Ителі ұрпақтары тәрбиелі, жақсы, тарихын білетін тәрбиелі азаматтар болып өсіп, қалыптасуына мына кітап көп әсер ететін болу керек. Сондықтан енді деніңіз сау, онан сен қаламың үшті, деніңіз сау болсын. Ал құрметті ағайын, құрметті туыстар, енді айып етпеңіз аға, сөзіңізді бөліп кетсем. Бұл сол жаңа Қазанбай деген
Ақанай деген соның ұлы, Мамай деген мен болам. Қазанбай менің ұлы атам болады. Жаңа санаулы батырларым біреу деген. Байахмет аға, әрине сізге басымыз дейміз. Әрқашан осындай міне кітаптарыңыздың кешегі Ақыт Қажыдан бастап, Зұқа Батырдан бастап барлық нелеріңіздікі том-том шежір екен. Бұл әрине бұл біздің ителінің ішінде үлкен ғалым, үлкен ағалардың ішінде ең жоғары шоқтығы биік кісі. Сіз екен басымыз дейміз. Сосын міне Қайрат аға, сізге де әрқашан қуат берсін, ауырмаңыз, сырқамаңыз. Ең бірінші осы кісімен хабарласқан маған өте жақын туысым болады екенсіз деп Қайрат аға. Сосын міне Өзбен ағам бар, кезіндегі Атажұрт деген ұйымы болып, кезінде жиналыстарды ашып осында. Міне Қатшыбай ағай бар, Байболат ағам деген бір кісі бар еді, ол кісі келе алмады ау деймін. Сондай игі жақсылар болған. Тағы басқа Алтайдың ар жағында мынау Қытайдың бетінде көптеген тарихи том-том шығармалар бар. Оның бәрін Байахмет аға сізде көптеген шет жағасын оқып жатырмыз. Бұқарбайдың ерліктерін біліп жатырмыз. Сондықтан әрқашанда осы бұқарбайлап ұрандайтын, бұқарбайлап шабатын, бұқарбайлап ұрандап алға қарай басып жүретін осындай ителінің ұрпақтары аман болсын. Ағалар, сіздер бар болыңыздар. Аман есен бола берейік. Осындай Байахмет аға қадамыңызға құт, әрқашан кітаптар жалғаса берсін. Шежіреміз шежіреге қолдан қолға келсін. Алла берген деген. Азамат. Ассалаумағалейкум барша жақсылар. Бүгін енді Алланың қалауымен ителінің және Бұқарбай Батыр қорғалының осы несіне жиналып қалдық. Алланың қалауымен көп сөзім жоқ. Байахмет ағаның алғысын білдіремін. Атам құрметтейтін ителінің басын қосқан бір жақсы ағамыздың бірі. Соған сыйым бар еді. Ой, рахмет. Баршаңызға зор тілеймін. Бақытты болыңыздар. Әукен ағам айтпақта бай қуатты болыңыздар. Ал енді біздің арамызда мына жерде бір үлкен профессор отыр. Сайып ағаларыңыз енді осы сөзге сөз берейік. Сізге жияр сөз Құрметті ағайын туыстар. Мен енді бағана айтқан адамдардың сөзін қайталамайын деп ойлап тұрмын. Енді өзімнің пікірімді айтайын деп тұрмын. Мынау Бұқарбай Батыр қоры деп айтып жатырмыз. Бұл Бұқарбай Батыр деген негізінде өзі жалғыз барып соғысқан кісі емес қой. Бұл кісі бүкіл ителі қауымнан сарбаздарды құрып, сол кездегі соғысқа солай аттанады екен. Әр рудың өзінің батыры бар, қазір айлап отырсаңыздар, иә? Мысалы Бөгенбай Батыр, Арғынның жаңағы қара кесек, Қанжығалы, Қаракерей Қабанбай дейді, мысалы. Шапырашты Наурызбай дейді. Сол сияқты жаңағы Бұқарбай Батыр, ителінің батыры. Ол кезде жаңағы әрбір ұру өзінің ішінен батырын тағайындап, батыр болғанда ол әбден жаңағы өзінің соғыстағы ерлігімен, қайраттылығымен, ақылымен, парасатымен батыр болып сайланған адам ғой. Сол кісінің сол артынан ереді екен, өзінің ұру болып кіреді екен ғой соғысқа. Сонда әр ұру өзінің намысын көтереді екен, намысын. Сөйтіп бар соғыста жеңіс алады екен. Сонда мен айтайын деп тұрғаным, біздің осы отырғандардың барлығымыздың анау ата-бабаларымыз сол Бұқарбайдың жаңағы армиясында болған адамдар. Біз Бұқарбайды көтерумен сол өзіміздің ата-бабамыздың рухын көтеріп жатырмыз деген сөз. Осыны түсіну керек біздің қазақтар. Рас. Осы отырған әрбіреуіміздің ата-бабамыз сол соғысқа қатысқан. Бұқарбайдың жауынгері болып. Сондықтан да біз әспеттеуіміз керек. Екінші айтайын дегенім, мына заманда берекет бірліктен үлкен нәрсе жоқ болып тұр. Елдіктің ішінде жаңағы қазақ дейміз, иә? Қазақтың ішінде өзіміздің ұрулар. Жаңағы айтылып жатыр ғой енді, тектілік, қан тазалығы деген. Оның сыртында қазағымызда көп айтады ғой, береке бірлік деген әңгіме. Осы береке бірлік біздің ител ұруына да қажет. Мысалы, бәріміз жақсы жүреміз деп айта алмаймыз.
біреуіміздің басымызға іс түсуі мүмкін. Мысалы, ал жақсыларымызды қолдап жатырмыз. Рахмет. Қолдау үстіне қолдау керек. Сосын жаңағы шаршап жүрген ағайынымыз болса, қол ұшын беру керек. Шамамыз келгенше. Осыған мына шежіре көмектеседі деп ойлаймын. Мысалы, пәлен жерде осындай бір бауырымыздың басында іс түсіпті дейтін болса, біреуіміз күмәндансақ, шежірені ашамыз. Ол кісінің аты жөні кім екен деген сияқты. Мысалы өзіміздің енді ол басқа бермей-ақ қойсын. Құдай сақтасын. Мынау интернеттерде жүреді ғой. Осындай балам ауырып қалып еді. Қандай бір нәрсеге орысша айтқанда гарантия деп айтады. Гарантия жоқ біздің ертеңгі күнімізде. Сол үшін сондай уақытта болатын болса, бір-бірімізге шамамыз келгенше қол ұшын беруіміз керек. Сосын біреуіміз мықты жүрсек, екіншімізге тағы қол ұшын беруді ойлау керек. Мысалы мен айтайын. Мына Қайрат бауырымыз отыр. Иә? Қайрат бауырымыз чекеміз дыз ете түссе Қайратқа жүгіріп барамыз. Сондықтан осындай нәрсені біліп жүрейік, ескеріп жүрейік ағайын. Ал енді мына бүгінгі мына өзімен мынандай бір қорытындыға келіп отырмын және. Әрбір ұруда, әрбір халықта өзінің беткісі адам болады. Иә? Кезінде Бұқарбай батыр дедік. Ол адамды Құдай берді, Алла берді бізге. Енді міне Баяхметті Алла беріп отыр деп ойлаймын. Егер Баяхмет бізде адам шықпаса, мүмкін жым-жырт жататын едік. Ителі кім екенін белгісіз, бір-бірімізді білмейміз. Ол ителі не, Бұқарбай кім, ителі кім, Аллах бір дөң. Ендеше мына Баяхметті бізге Құдай берді деп мен ойлап отырмын ішімде. Сондықтан Баяхмет, бауырым, жасыңыз ұзақ болсын. Әрдайым мына халқыңыздың, бұл тек ителінің ғана еңбегі несі емес, табысы емес. Қазақтың табысы, қазақ халқының жаңағы болашағына, тарихына жасалып жатқан үлкен еңбек. Осы еңбегіңіз жана берсін. Сізге тек қана разымыз. Мыңда бір рахмет. Құрманбек бауырымыз келіп отыр. Яғни халықтап талай адамның құрметіне бөлінген азамат. Осы Құрманбекке бір сөз берейін. Алдың ағаларым отыр екен, Құдайға шүкір. Ассаламу алейкум баршаларыңызға. Жоқ, сіз мынау бір керемет бір екі жақсы шаруаның ішінде куә болып жатырмыз. Аллаға шүкір. Алла ұзағынан сүйіндірсін. Баяхмет ағамызға рахмет. Бірінші Алла, екінші Баяхмет ағамызға болса. Одан кейін мына жеңгемізге рахмет, күш қуат беріп осы кісіге шайын уағында дайындап, осыған уақыт жар бергізіп, еңбек бәрі осы жеңгелерімізге деп ойлаймыз енді. Сондықтан Аллаға шүкір. Бүгінгі бас қосуларыңыз, кеңестеріңіз келеді болсын. Алла мынау шежіремізді мінекей керемет жаңа аңыз қозғап айтып жатсыздар. Аллаға шүкір. Зүбер ағамыздың аузынан, Қайрат ағамыздың аузынан естіп жатырмыз. Бұл енді өте табылмас қазына. Сондықтан барлығымызға Алла жұғысты болсын деп, ағажай Алтайдай жер қайда деген әнді тапсырып. Oh
аман болсын. Алаңда құрметті ағайын. Енді мына күн тәртіптің екінші бір үлкен мазмұны. Біз мына 5 жылдан бері қарай Бұқарбай Батыр қор қоғамы деген халықаралық мемлекеттік тіркеуде үлкен қоғам құрғанбыз. Енді осы қор қоғамының мына президенті біздің Баяхмет мырза міне ортамызда отыр. Өткенде осы қор қоғамның бір ақылмандар алқасы болған. Осы ақылмандар алқасында кеңесіп, біраз адамдарды осы қорда еңбек істеген, шежіре жиюға және басқа салада ат салысқан азаматтарға біраз марапат жасалған. Енді әзір Баяхмет бауырым мына Баякеңе біраз сыйым бар екен, тартуға Қайрат бауырымыз шапан жапсын. Оның қой мұна Кәләмшәріп деген бір зергер отыр іштерімізде. Бұғысы бір дүзік салам дейді, өзі қолынан жасап. Баяхмет бауырым осы отырған ағайын туыстардың мына Астанадағы ителі ағайындардың өзіңе аз да болса көңілі даярлап отырған бір аты енді мінгізгелі отырған көптің ыстығы ықыласы ғой, соны қабыл алғайсың. Үзбен аға мінекейміз. Енді бүгісідер анау Түркияда жатып, жеңгеміз ауырып жатқанда осы Бұқарбай қор қоғам құрылды дегенде алақайлап, малақайын аспанға атып, өзіме жеке сөйлесіп, мына біздің жалпы жұмысымыздың ендігі бет алысы осымен ашылады, бауырым деп көп алғыс айтып, жүрек жарды қуанышын білдіріп, оның сыртында өзінің осы қор жөнінде көптеген жұмыстар істеді, сол үшін марапаттап жатырмыз. Рахмет ағасы. Жұмашарып шахадады. Жалпы осы Астанадағы Бұқарбай қор қоғам филиалының төрағасы бір жақын бұл кісі. Осыменен көптеген шаруаларды былайша айтқанда көп кеңестерді беріп ақыл айтып отырған ағаларымыздың бірісі. Еңбегін айта берсек, шантаңыз артынан өзіміз кейін кітап жазып аламыз ба бірден. Оразхан. Оразхан Сейітхан. Қайрат Айдар. Қайратты білесіздер өздеріңіз енді. Жалпы осы қорға чыр-пыр болып жүрген осы шақтағы азаматтың бірі. Сондықтан әр өңірде осындай азаматтарымыз бар еді. Көп рахмет енді. Қадыр Патша Сахада Алла берген деген бауырым. Көкшетау өңіріндегі жалпы жұмысқа жауапты болып жүрсіз, көп жұмыстарды атқарды. Рахмет. Назар Мақсым. Павлодар жақтікі. Келген жоқ, маған берсеңіз. Міне. Назар мен Назар Нұрғамит дегенде сол жақтікі. Павлодар. Бекейін Қатшыбай деген кісі көп кәсіпкер адам. Өзіңізді бір таныстырып өтіңіз сонда. Мен үйден ішінде күйік Ахмербай деген болған екен. Сол Ахмер немересім. Рахмет. Қазір Көкшетау. Баякеңе бір сөз берейік. Енді жалпы жамағат туыстар үлкен кішілеріңізге
мына жерден бетте көрісіп, ұзақтан аттарыңызды естісек те, топта сөйлеп жатқандарыңызды естісек те көріспей жүргенбіз. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Осындай бір қиын кездерде аман есен, осындай ортада жақсы күндерде бет көрісіп жүздескенімізге Аллаға тәуба, көп рахмет сіздерге. Ал енді менің мына жаңағы марапаттар таратып жатқан себебін көп адамдар білет. Осыдан 3 жылдан асты мемлекеттік тіркеуде жаңа Жұмашәріп аға айтты, Бұқарбай қор қоғамы деген қоғам құрылды, халықаралық қор қоғамы. Оның істеп жатқан шаруасы телегей теңіз. Енді біз жалпы өзің мінездемем, жалпы ителінің мінездемесі бойынша көштіраңдап, бүйтіп жатырым, сөйтіп жатырым деп айтпаймыз топта. Бірақ жаңа анау Өнекең айтып жатқан Бұқарбай жөнінде біздің ізденісіміз анау 1840 жылдан бер қарайғы мына Ресейде түсірілген жер картасынан тартып, bütün мына Қазақстан көлеміндегі жұмыстардың бәрін жиып алып, аз болса мына жағы Павлодар, мына жағы осы жақына Шығыс Қазақстанын тартып, оңтүстік солтүстігін аралап, осының бәрін іздеп жатырмыз. Енді оның бәрін нақтылы нәтиже болғанда, міне нәтиже деп айтпасақ, сондықтан бұл жұмыс істеліп жатыр. Сондықтан біздің жалпы анау тарихтан бері жауға шапсақ та бұқарбайлап жатқанбыз. Жақсылығымыз болса да бұқарбайлап ұрандағанбыз. Осы Бұқарбай арқылы біз қыруар шаруа істейміз деген идеяменен мына мемлекетке бекіттіріп осы қор қоғамды құрғанбыз. Ал қор қоғамда Тепсең деген сайт жүріп жатыр әзір. Мына жастардың кейбіреуі білуі мүмкін. Ол Тепсеңде бізге ителге қатысты жалпы деректер соның ішінде тұр. Тепсең деген сайтқа тізімделіп осыған мүше болсаңыздар. Ал Тепсең көптеген жұмыстарды атқарып жатыр. О да мемлекеттік тіркеуде тұр. Ал одан басқа мына шежіре осы қорғамның бір үлкен шаруасы болатын міне. Ол да атқарылып жатыр міне. Бұл үлкен жақтан аяқтады. Енді мен осы орайда айтып кететінім міне қаншама азаматтар өзін сәйкесті. Мына шежіре деген сәйкескенге қарай байланысты. Егер сәйкессе 100% дұрыс шығады. Сәйкеспесе енді балалардың көбі қалған болу керек. Ата-бабалардың ауыз күйісте болған болу керек бұған. Жалпы шежіре 70% дұрыс шықса ең толық шыққан деп есептейміз. Ал енді шежіренің жалпы ерекшелігін айтайын мен сіздерге. Бұны кейбіреулер бұл алға басу емес, шегіну деп ойлайды екен. Шежіреге бұлайша шежіре шығыру. Неге шежіру? Анау заманда 500-600 жылдың алдында шипагерлік баянда ашсаңыз ішінде тұр. Қан тазалық үшін 7 атадан қыз алыспау жөнінде. Жалпы біздің дастурымыз күнделікті дастарханда айтатын ата-бабамыздың тәлімі де 7 атарынамай қыз алыспау. Бір ұрпағымыз осы текті білу керек, қан тазалығын сақтау керек. Тарихтан бері Бұқарбай батыр туралы аңызда Бұқарбай өз еліне төреге төлеңгіт қылмайым, мен елімді біреуге бермеймін деп өзін бөліп алып кеткен екен, қаншама ру. Міне біздің бабаларымыз осындай жанталас жұмыс істеген адам еді. Енді біз соның ұрпағымыз. Ол бір мәселе. Ал енді жалпы қоғамда мына алға басу үшін Американың анау шетелдің идеясын тікелей қабылдау емес, біз дастурымызға ие болуымыз бірінші. Алғашқы дастурымызды ата-бабамызды танымасақ, біз әкемізді танымағанмен бірдейміз. Әкең сақалынан алып отырсаң, оны танымасаң, ертең шаруаң сенің де мандымайды. Сол үшін біз бабаларымызды танып, олар үшін жұмыс істеуіміз керек. Ұрпағымыз солардың рухтану керек. Бұның ішінде бағана Жұмашәріп аға айтқандай қаншама адамдардың былайша айтқанда ендігі жастар үлгі алатын дүниелері жатыр. Анау тарихтағы жаңа Бұқарбайдан оның ар жағынан бері қалып. Былайша айтқанда ителінің тарихтан бері Шығыс Қазақстанда қоныстанған тарихы архивтік деректер бойынша кірді бұған. Осының бәрі кіріп отыр бұның ішіне. Қайда қоныстанған, қай жерде отырған тарихта деген. Кейін көші-қон қалай болған, қайда жүрген, жаугершілікте кімді, қаншалықты ерекше адамдар, оның істеген еңбектері түгел тұр. Міне біздің ұрпақтарымыз осыдан рухтанады. Осы арқылы өзін түзейді. Қоғам осы арқылы үлес қосады. Осы істесек болды, ар жағында ұрпағымыз тәлім алса, біздің бет алысымыз оңалады деген сөз. Сондықтан Бұқарбай батыр қор қоғамының өзінің үлкен алдыға қойған мақсаттары осындай түрлі шаруадар тұр. Ал енді міне жуықта Шығыс Қазақстанға барып келдік. О жақта да 3-4 жерде осындай Бұқарбайдың қамыры деген жерлерді барып аралап келдік. Енді бір күмәнді жер ғана қалды, мына Қарағандыда бір жер тұр міне. Осыған бараламыз ба, онда бір Бұқарбай атындағы бастау су өзендер тұр екен мысалы. Міне осыларға бару керек болып жатыр мысалы. Осындай ізденіс деген көп.
Енді мен дәне Өнекеңнің бір жақсы айтқаны біздің жастарымыз қозғалу керек болып тұр. Жастар мұндай жұмысқа қозғалмаса, енді біз қанша чапқанымызбенен біздің адамымыз, мысалы архивке кіріп үшін біз орысша білетіндерді майлап ақша беріп отырып архивке аралатып отырмыз әзірше. Өзіміз орысша білмейміз мысалы. Сондықтан бұның бәрі бізге біраз тосқындық болып жатқан шаруа. Енді жұмыс істеліп жатыр. Мен шежіреде, осы шежіре жазуда бұрын Қытайдағы жалпы қазақтардың 15-16 жылға дейінгі толық болатын. Міне жер келгеннен қайта жазу себебім, бізде Монғолиядағы өзіміздің туыстар бар, жергілікті туыстар бар. Бұларды кіргізгенде бұрынғы атасы табылмай жүрген бос қалған ақтаңлақтардың бәрі өз орнын тауып кетті әзір. Ой, мынау қайда кетті, ана әкем қайда, мынау бірге туысқан қайда дегендер әзір бірін-бірі тауып алды. Ал жергілікті мына Секен сияқты туыстар қайтты десе, бұған разы болатыны мынау өзінің ата тегін таба алмай қойған кезде тарихта ата бабалары Құран кәрімнің ішінде қатым түсіргенде қағаз қыстырып кеткен екен. Соның ішінен 5-6 атасын тауып алды да ойбай деп алақайлап маған шежіреден жіберіп жатты. Міне осындай миқынатпенен бұл шежіре толықтанды. Сондықтан жердегі осындай туыстарға көп рахмет айтамыз. Енді жақында Шығыс Қазақстанға барсам, мына шежіре қолға тигеннен кейін қайтты десең, қайта әрекеттенді жергілікті мына өзіміздің ителі туыстар. Ой, бұрын мен найман болып жүредім, мен ителі екем емес пе деп қайтадан. Бәленбай екем емес пе, мынау қайдан шығар ма екен деп жанталасып жатыр дейді. Енді жастарға тағы Өнекен сияқты айтатын бір нәрсе, енді біз мынаны енді бір толықтап болғаннан кейін электрондық жүйеге түсіруіміз керек. Әркім өз қолында, қолпонында, компьютерда өзі толықтайтын электрондық жүйеге түсірсек, бұдан да ғылыми болып қалды. Енді алға басу деген осы ғылымилыққа талпыну деген сөз. Ата бабасын тауып оны елге беру, ол шегіну емес менше. Сондықтан сіздерге көп рахмет айтам, осындай жұмыстың бәріне сәйкескенге. Бұқарбай Батыр қорғауында көп шаруаларға араласыңыздар, өйткені сіздердің ата бабаларыңыз бұл. Онда көп істеліп жатқан шаруалардың бір шетінде болыңыздар. Алда мақсатталған көп шаруамыз бар. Оның бәрін алда мынау қорғауғанның мемлекет бекітіп берген жарғысы бар өзінің. Осы жарғыда көптеген тиімді нәрселер бар. Сол бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Осы жерде мына Қайрат бар, мына Өнекаң бар, Жұмашар аға бар, өзі көп осы жерде. Көп адамдар осының түрлі жұмыстарына сәйкесіп жатыр. Осыларға да ерекше рахмет айтам. Аман болайық, сау болайық. Көп рахмет. Енді мына Баякен жағы жақсы түсінік берді, жақсы айтты. Мына шежіренің арасында осы бір Айшейін ауыл арасындағы бір жұмыс екен деп, мына қорғауған, түсіп жүрген көп адамдар жақсы түсінікте жүрген жоқ. Мына екі үлкен нәрсе барлығы мемлекеттің заңында тіркеуден өтті. Бұқарбай Батыр қорғауған, оның да жаңағы сай, бір екеуі де заңды тіркеуден өткен, ешқандай күдіксіз, күмәнсіз. Олардың заңды бақылаушылар бәрі бар. Енді Бұқарбай Батыр қорғауғанның жарғысында 12-13 түрді міндет бар атқаратын. Ол бір күндік, екі күндік жұмыс емес. Біз қартаямыз мысалы. Бізден кейін де осы Бұқарбай қорғауғанын жалғастыратын жастар шығады. Содан ары қарай осы ителдің көптеген шаруаларын ұрпақтың істей береді деген сөз. Мысалы біздің ағаларымыз алға салған бір жол. Сол жолмен жалғастырып жүреді деген сөз. Сондықтан бұдан жақсы түсінікте болыңыздар. Өлімен тірі бәрінің келгені осы кеткені, тоқаны осы келдігін, аман бол, есім туыстар, арқа-жарқа жиналтың белгісі осы елімен. Шежіремен шем жайған сүйіндірді ердінің Бұқарбай бүгіннің Баяхмет Батыр бауыр лайықсың, көңілі кең көсілген елмен жайықсың. Қажырлы қайсар рухының рухымен ителіні таныттың. Бүгін күнің зұлқасы Қайрат көпес бауырым, көтереді қашанда жұттың таңда бауырым. Денсаулық үшін халқының том-том кітап тартуын. Екеуіңде аман бол, еңбек рухы дәуірдің. Жемарайдың қос тумасы Киябар бойда сауырдың. Ителінің ұраны Бұқарбай Батыр ұланы
әділет туын ұстаған Суха батыр қыраны барлықтарың аман бол, кесіле қойып басына, Бұқарбай батыр асына, жолығай аман сауық сайран тұрғаны. Баяхмет бауырымыз бүгін күні Бұқарбай деген осы еді. Мына Қайрат бауырымыз ашанда жүктің ең ауырын көтереді, алдында жүреді. Сол тегінде қатып шыққан жомарт бүгін күнің Зұлқасы деген осы деп барап отыр. Сондықтан осы жерде жазылып, тыңдағандарымызға барлықтан рахмет. Менің сыртқа шығып үлкен алдыда барлығымыз қолтоға сүрәсін кесіліп қалдық.